Ассалаумағалейкум достар. Бүгін кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың аты объектілердің ретін өзгерту. Яғни жоғары төмен соны кетіп қалса, мысалы слойлар, мынау ары кетіп қалса, я болмаса үстіңгі қалып қалса, бұның барлығы неден слой, яғни қатпарлардан деп айтуға болады. Былай аударғанда слойлар мен қабат-қабатпен жасалатын нәрсе ғой. Мысалы, астыңғы слой деп айтайық. Астыңғы қабатта мынау тұр. Үстінде мынаудар ретімен сосын мынау мүмкін, соны барлығын реттестіреміз. Егер де қараңыздар, бірінші осыны сіздерде мынандай объект болсын деп есептейік, жандарыңызды салып көрсетейін. Мынандай төрт бұрышты бар, мынаның бояғын пипеткімен көшіріп алайық, және осындай бір қызыл бұрыш бар, бүйтіп келтірейік, центрға етейік. Осы сізді мынаны сіз алдыңызда дизайн бойынша мынаны бір бұрышын шығарыңыз келеді. Мына қызыл емес, мынау үстіне мынау фиолетовый шығып тұру керек бетіне. Оны сіз қалай келтіресіз? Ол үшін мына жерде біз объектіге кірген кезде бізде порядок деген нәрсе бар. Міне реттестіретін. Осыны қарап отырыңыздар. Міне на передний слой плана дейді. Міне келтіріп отыр. Бетіне шығарып берді. Түсіндіңіздер ме? Енді артқа қайтарайық. Енді мына қызылды басамыз, қызылды енді түсіретін болсаңыздар, қайтадан объекттер порядок кіресіздер. Міне на задний план дейді. Көріп отырсыздар ғой міне. Болмаса мына бүйтіп келеді да, осы объекттің ішінде порядок кірсеңіздер, мысалы стрелкамен тұрады. Установить перед дейді. Осыны бассаңыздар, қай объекттің бетінен шығарып беру керек стрелкамен тұрады. Сіз соны белгілейсіз. Мысалы бізде мына фиолетовый тұр. Осыны бассаңыз дәл осындай. Болмаса клавиатурада ең оңай тәсіл, мысалы мына фиолетовый қызылдың бетіне шығару үшін біз комбинацияны перне тақтада басып тұрамыз. Мысалы shift басамыз да клавиатурада page up басамыз, бетіне шығарады. Егер де дәл осыны қызылдың астына түсіргіміз келсе, shift басып тұрамыз да page down басамыз, жібереміз. Көрдіңіздер ме? Shift page up бетіне шығарады, shift page down төмен түсіреді. Осы екі реттестіретін комбинация. Мына жерде текстке де байланысты. Текст мысалы біз жазып жатырмыз, сол деген мына түсін белгілеп қояйық көріну үшін. Мынау деген бізде жазылып жатыр, астында қалып қалса, болмаса мына жақта тұрды да ол. Сіз деген басқа жақтан тердіңізді, сосын былайға әкесеңіз жоқ болып кетуі мүмкін. Негізінде ол бар. Астында тұрады, каркаспен қарасаңыздар. Бірақ сізге көрінбей тұр. Ол үшін сіз не істейсіз? Ана текстін бетін шығару үшін. Болмаса мына объектіні бағанағындай объекттің ішіне кіріп, порядктың ішіне кіріп, на задний план дейсіздер да, қойсаңыздар. Болмаса бағанаға айыртқандай shift page down басасыздар, бетін шығарады. Я болмаса мына жерде текстіні былай белгілейсіздер, міне белгілеген соң белгіленіп тұрады виртуалны, көрдіңіздер ме? Shift page up пен бетіне шығара саласыздар. Міне ең оңай тәсілдері осы. Бұл жерде деген мысалы бетіне шығару, яғни беткі слойына шығару деген сөз. Түсін өзгертіп қойайық. Мысалы мынандай жазып жатсыздар сіздер текст. Дизайн бойынша мына жерде мынандай басқа шрифтпен жазылу керек болады. Мынандай завитушка дейді ғой. Мынандай жазу керек болатын болса, міне былай басқа түспен боялып, shift page up басасыздар. Кішкене бұрып, бетін шығарып жіберуге болады. Міне. Әрине бұл жерде кішкене контур беріп, сөйтіп кішкене пландамен шығармаса шықпайды. Мен мысалы көрсетейін, бетіне шығару деп отқаным сол. Мынау тен арқылы бетіне шығып тұр, міне. Көрдіңіздер ме? Мына жерде кішкене көбейтіп жібереміз тенді. Міне. Осы shift page up арқылы бетіне шығарасыздар слойдың, shift page down арқылы төмен түсіресіздер. Егер де осы біз деген мысалы осы жерде тағы бір көрсетіп кетейін. Біздерде үш объект тұр ғой. Бірінші объект фон, екінші объект мына объектілердің деген сары текст, үшіншісі реттен деген сөз. Осы үш слойдың арқасы мына shift page down бассақ, ең түпкі слойға кетеді. Оны біз бір ғана шаг дейді ғой, бір ғана артқа келтіріміз келсе, мысалы, яғни тек қана объектілердің артына келтіріміз келсе, control page down'ды басамыз. Міне, көріп отырсыздар ма? Жақындатып көрсетейін, міне. Көрдіңіздер ме? Сарының бетіне шықты. Control page up, control page down. Control деген, яғни бір сатыдан ғана төмен түсіріп тұрады. Ал shift дегеніміз бірден, яғни ең түпкі, яғни ең жоғарғы слойларға, қабаттарға шығарып береді. Оны біліп алыңыздар. Міндетті түрде пауза қойып осы видеоны тексеріп көріңіздер, қолдарыңыз жаттықсын. Ал енді қараңыздар. Міне тағы бір
көз өтіп кететін нәрсе. Мысалы мынау шеңбер тұр ғой, мысалы осы боялған. Мынаны аламыз да, мынаны бүйтіп қарасаңыздар, бүйтіп мынау прозрачный болып тұр ғой мына. Бұны деген тұсын бірдеңемен бояйық көрсету үшін. Мына көгілдір болып тұр. Негізінде мынау көрініп тұр. Бірақ бізге қай слойда тұрғанын білінбей тұр, көрдіңіздер ғой? Осындай кезде міне мынау прозрачный болған соң сөйтіп тұр. Негізінде қанық. Негізінде міне мынау жанына шығарайын. Байқадыңыздар ма? Мынау шеңбердің артында тұр. Осындай сәттерді мұқият болыңыздар. Осындай болып қалса, мысалы, мынаны осылай тұратын болса, шетіден, мынаның үстінен алмаңыздар, бұлай алынбайды. Беткі слой ғана белгіленіп кетеді. Сол үшін шеттен аламын міне. Осыны белгілеймін да, shift page up. Бетіне шығардым. Бүгінше сабақ осы. Міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар, лайк басыңыздар және бір-біріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Паузаға қойып осы видеоны қайталаңыздар. Сіздерге пайдалы болсын деп тілеймін. Жақсы сау болыңыздар.